Қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары, аудан жастары. Ойлы аудандық жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен талқылайық жобасына қош келдіңіздер. Бүгінгі келген қонақтарымызбен сіздерді таныстырып өтейін. Ойлы аудандық оқушылар үйінің үйірме жетекшісі Аман Заманбек. Екінші қонағымыз белсенді жас Жақия Жүсіпәлиев атындағы Ойлы қазақ орта мектебінің мұғалімі Ботай Мейірман. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Қош келдік. Енді алдымен өздеріңізбен танысып алайық. Қысқа нұсқа. Негізінен есімім Мейірман болады. Жақия Жүсіпәлиев атындағы Ойлы қазақ орта мектебінде орыс тілі пәні мұғалімі болып жұмыс істеймін. Міне 2,5 жылдай уақыт болды. Сол жақта қызмет атқарып келе жатырмын. Жасым 24-те. Баршаңызға қайырлы кеш. Менің аты жөнім Аман Заманбек Ерболатұлы. Мен осы Ойлы аудандық оқушылар үйінде болашақ балалар театры үйірмесі бар. Сол үйірменің жетекшісі. Енді осы салаға қалай келдіңіздер? Кім түрткі болды жалпы осы мұғалімдік, ұстаздық таңдауға? Қысқа нұсқа айтып кетсеңіздер. Негізінен ұстаз болу деген айтады ғой. Қазақта ұстаз болу жүректің олалығы деп. Сол жолда енді былайынан түрткі болған зат. Негізінен бала кезімізде бір сыншылдық жаққа тартып тұратын өзімді. Негізінен басында прокурор немесе адвокат болуды армандадым. Заң жолында жүремін деп. Одан кейін шындық айтатын болғасын маған журналистика жақын болды. Неге журналист болғым келіп жүрді. Содан соң енді былай жас өскен сайын ақылда толсады ғой. Сол уақыттарда неге бала оқытып көрмеске, қолымнан келеді. Жаңағыдай өзіміздің жағдайымызға, көрпемізге қарап көсілген жағдайымыз бар енді. Сол себепті ол кездерде маманға қазіргідей сұраныс жоғары болды. Сол себепті орыс тілі пәні мұғалімін таңдадым. Өкінбеймін емес. Жұмыс жасап жатырмын. Осы. Жақсы, рахмет. Келесі Заманбек. Мен негізгі мамандығым қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі. Өзім жалпы бала кезден осы мектеп кезінде әдебиетті өте қатты сүйіп оқыдым қазақ тілінде. Сондай-ақ осы аудандық, осы мектепшілік, сол поэзия кештеріне, махамбет оқуларына көп қатынасатынмын. Жиі жарыстарға барып тұрдым. Және біріншіден әдебиетке деген сүйіспеншілігім солай қалыптасты. Және екіншіден өзімнің анам мұғалім. Анамның да осындай мамандығын жақсы көруі, сол жолдағы жетістіктері, еңбегі маған үлкен мотивация болды. Және осы мұғалімдік жолды таңдап, қазіргі уақытта сол сүйікті мамандығым бойынша жұмыс істеп жатырмын. Бүгінгі біздің басты тақырып адам өзін өзі қадағалау, басқару, мотивация. Осы тақырыпта айта кетсек, жалпы өздеріңізді осы аудандық шаралардан, жайдарман ойындарынан, ұйымдастыруынан көріп жатамыз. Болғанымен осы жайдарманға қалай келдіңіздер? Қызығушылықтарыңыз қандай? Оқушы тәрбиелейсіздер. Басты мақсат не? Енді жайдарманды жалпы өзіміз бала кезде естеріңізде болса, осы бұрында демалыс күндері Қазақстан ұлттық арнасынан көрсететін кез келген жайдарман ойыны республикалық. Сол кезде жалпы бала кезден үзбей қарайтынмын сол жайдарман ойындарын. Сөйтіп бір өсе келе мектепте ойындарға қатыса бастадық. Одан кейін аудандық, кейін облыстық ойындарға шығып, сөйтіп университетке түскеннен кейін де сол ойындар сөйтіп кетіп, сол кездегі жанған махаббат сол жайдарманға деген қазіргі уақытта бізден алға жетелеуімізге үлкен себепкер болды. Және сол махаббат біздің ойымызда әлі сөнген жоқ. Сол жолда сол жайдарманға деген сүйіспеншілік махаббаттың арқасында осындай үлкен демей-ақ қояйын енді. Сол бір кішігірім ауданаралық. Осы кезге дейін неше рет жайдарман ойындарын өткіздіңіздер? Өзіңіз басқасында болып. Осында ма? Ауданда. Неше рет? Неше рет өтті? Неше рет өткенде жалпы жайдарман ойындар. 2 рет өтті, Ауданда өзің келгелі ауданға 2 рет өткіздіңіздер. Жалпы енді осы жобада жоспарыңыз қалай? Жоспар енді осы аудандық негізі келген, осы ойылға келген жылы
осы аудан көлемінде үлкен бір осындай жайдарман дегенді өткізсем деген мақсатым болған. Ол шүкір орындалды. Одан кейін енді осы облыстық және алдағы уақытта республикалық жарыстар бар, бұйырса Осмашар деген, сол жарыстарға барып осы ауданның атын сол республикалық деңгейде қорғау, намысын сол жақта ойылдың атын көрсетіп шығару. Оқушылар дайындап жатсыз. Оқушылар дайындап жатырмын, бұйырса. Осы жылы бар ма баратын республикаға? Осы жылы бұйырса дайындық жүргізіп жатырмыз. Бұйырса осы 6 ақпан күні жолға шығамыз. Бұйырса осы 6 ақпаннан 18 ақпанға дейін сол Астана қаласында өтетін Осмашар ойындарында осы ойлаудан намысын қорғап, жоғары нәтижемен ораламыз деген ойдамыз. Жақсы, Заманбек, сіздерге сәттілік тілейміз. Оқушыларың үздік болсын, Осмашардан өтіп келсін. Әрдайым қолдаймыз. Мамандығыңыз мұғалім. Осы салаға келген кезде қандай бір қиыншылықтар кездесті? Жалпы үйдегілер, үлкен кісілер білесіз өздеріңіз. Әрдайым балаларын мұғалім қылғысы келеді. Айлығы жақсы, жұмысы жақсы деп. Осы бір мұғалімдіктің, ұстаздықтың бір қиындық сәттері айта кетсеңіз. Қалай айтсам болады. Мен жалпы ойыл ауданына мұғалім болып келмей тұрып, қалада жұмыс жасадым ғой. Қаладағы мектептерде андай қатты мән бермейтін, жаңағыдай оқушылар тыңдайды, барлығы нормально, формалды түрде өтеді сабақтар. Ешқандай бір баламен жаңағыдай бетпе-бет контактке келіп, ондай болмайтын. Мына жаққа келгелі барлығы басқаша. Тіпті кіргеннен бастап мені бала деп ойлап қалды. Бір қиын жағдай дейтіндей. Негізінен болады ғой, әрбір саланың өз Қағазда қиындықтары. мүмкін қиындық бар шығар. Қиындық тудырды айтарлықтай, ол баланы тыңдата білу деген. Жас маман ең бірінші, болғасын, жас маман болғасын, ол барлығымыздың басымызда өтетін шығар деп ойлаймын енді. Баланы тыңдата білу қиындық тудырды басында. Мойындаймын оны. Бірақ шешілмейтін түйін жоқ қой, қалай болса да. Осы салада жүргеннен кейін сол қиындықты шешуге тырысып жатырмыз енді барынша әлі де. Іс қағаз жайлы айта кетсеңіз, енді қағаз бастылық көбіне қазір. Негізінен қазір көптеген заттар жеңілдетіліп жатыр, білесіздер. Мұғалімдерге көмекші құралдар, жаңа жасанды интеллектіміз бар, немесе жасап беретін жаңағыдай қосымша материал шығарып беретін заттарымыз бар. Көрнекіліктер дайын тұр қазір. Ғаламтор желісін ашсақ. Жалпы мұғалімнің жұмысы жеңілдеді. Жастарға айта аласыз, мұғалім болып келуге болады. Айта алмаймын, бірақ көмектер бар. жыл сайын сіз осы мәселені шешім тапсаңыз, келесі жылы басқа мәселе шығады деген сияқты ғой. Бірақ оны жыл сайын уже сіздерде қалыптасады, өздеріңіздің ойыңызда сол қалыптасқан не бойынша шешесіздер. Әрбір саланың қиындығы болады, просто шеше білу керек та ол затты. Мен айтпаймын, типа мұғалім болыңыздар, либо болмаңыздар деп. Бірақ бұл саланың қызығы мен сызығы қатар жүреді. Егер мұғалім болуға шешім қабылдасаңыз, онда дайын болыңыз. Сіздің ұйқыңыз, сіздің жаңағыдай немесе өзіңіздің көңіл күйіңізді сабаққа алып келмеу деген сияқты болады. Жаңағыдай балалардың арасындағы конфликтті шешу деген сияқты. Көп деген орысша айтқанда навык дейтін зат болады ғой, үйренесіз осы жерден. Мұғалім болу деген ол жалғыз баланы оқыту емес, ол біріншіден өзің тәрбиелеу. Бүгінгі тақырыпты айттық қой, енді өзін-өзі басқара білу, өмірге деген мотивация. Жалпы сұрайын дегенім, осы әр адамның өзінің, мысалы, адам өзгеру үшін басында өзінің талаптары болу керек. Қандай мамандыққа түсемін, немесе қалай жұмыс жасаймын, сол жұмыста қалай нәтижеге жетемін деген адамның өзінде талап болу керек. Осы өздеріңізде болжамайтын талаптар бар ма, принциптеріңіз бар ма? Жолда негізі жалпы қандай да болсын бір істі қолға алсаңыз, аяғына дейін жеткізем деген сізде стержен болу керек біріншіден. Сіз егер ол затты алып, ол әрбір зат бастағанда жауапкершілігі болады оның. Сол жауапкершілікті алып, оны жарты жолдан тастап кетсеңіз, онда сіз ол затты андай жеткілікті түрде қаламағансыз, ол заттың шыңына шығам деп. Сол себепті айтарым, күш жігер
мықты болу керек, қайтпау керек алған бетіңнен. Жетістікке жету үшін. Жетістікке жету үшін Аха, айтады ғой, Стив Джобстың бір сөзі бар: аха. нужно быть всегда голодным успехами дейді. Так что жетістікке деген аш болу керек та адам. Сол кезде вот жетістікке жетуге болады деп ойлаймын. келген істі бастасаң да, жалпы кез келген салада бір қызмет атқарсаң да, жұмыс істесең де, бәрібір үлкен болсын, кішілі болсын, қиыншылықтар болады. Ең бастысы осы қиыншылықтарды өту жолында үлкен бір сенім керек. Себебі сен осы істі бастадың ба, мысалы, мен осы істі соңына дейін жеткіземін, мен не үшін бастадым деген сияқты бір сұрақ болып, одан кейін үлкен сенім болып, және де осы қиыншылықтарды өту жолында сеніммен қатар төзім мен шыдамды болу керек деп ойлаймын. Төзім мен өзіңізге деген сенім болу керек. Өзіңізге Жетістікке деген жету сенім үшін. болу керек. Жақсы. Жалпы енді оқушылармен